Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы антуриум гүліне, доллар гүліне, басқа да осындай гүлдейтін гүлдерге пайдаланатын бір қарапайым органикалық деп айтамыз, және де табиғи тыңайтқыш туралы айтатын боламыз. Бұл табиғи тыңайтқыш бұл гүлдерге өте пайдалы ағаш күлі. Бұл ағаш күлі тыңайтқыш ретінде топырақты тотықсандырады, органикалық заттарды ыдыратып, гүлдердің өсуіне қолайлы жағдай жасайды. Ағаш күлінде көптеген витаминдер бар. Айта кетсек, калий, магний, фосфор, калий, басқа да макро, микро элементтерге өте бай екен. Әсіресе бұндай тыңайтқышты антуриум мен осы доллар гүлі өте жақсы көреді екен. Яғни бұл басқа да гүлдейтін гүлдерге беруге де болады. Егер де гүлдеріңіздің күшті тамырын өскенін қаласаңыздар, жапырақтарының көбейгенін қаласаңыздар, онда осы тыңайтқышты жасап берсек, гүлдеріміздің жақсы өсуіне ықпал жасайды. Міне енді өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мен осындай ағаш күлін тауып алдым. Бұны мен барып кәдімгі шашлык пісіретіндерден сұрап алдым. Егер де сіздер де сол шашлык пісіретіндерден алатын болсаңыздар, тек құрғақтай күйінде алыңыздар. Олар ыссы күлге бірден сусын деп су құйып жібереді екен. Үстіне су құйса, онда бұның бойындағы бүткіл витаминдер жойылып кетеді. Сондықтан да бұны алғанда тек құрғақ күйінде алу керек. Бұл ағаш күлін біз өзіміз үйде жасасақ та болады. Кәдімгі үйдегі қураған ағаштардың барлығын жағып, соның күлін алып қойып, соны осы гүлдерге пайдаланып отырсақ болады. Енді бірінші антуриум гүліне жасау үшін бізге жарты литр ғана су керек. Өйткені менің антуриум гүлім өте кішкентай, енді өсіп, енді жақсы жетіліп келе жатқан менде өскін. Сондықтан да мен кішкене ғана суды пайдаланамын. Жарты литр суға шай қасықтың жартысындай ғана, мынау менде ас қасық, соның кішкентай ғана ұшымен саламын. Жақсылап араластырып, 2 сағаттай қоюымыз керек. Содан кейін барып, біз бұл суды осы антуриум гүлімізге пайдалансақ болады. Егер де сіздердің антуриум гүлдеріңіз көп болатын болса, ол кезде 1 литр суға 1 шай қасық осындай ағаш күлін араластырып, сөйтіп гүлдеріңізге пайдалансаңыздар болады. Міне, араластырдық. Енді осыны мен кішкене ғана баклажкаға құйып қоямын. Сол баклажкада 2 сағаттай тұрады. Содан кейін барып, біз гүлімізге су құятын боламыз. Жаңа біз айтқанымыздай, бұл ағаш гүлі тамырының күшті өсуіне көмектеседі деп жатырмыз. Тамыры күшті болып өссе егерде гүлдердің, онда гүлдеріміздің жапырақтары да әдемі болып өседі. Жапырақтары сарғаймас үшін де біз алдын ала для профилактики дейді ғой, осы суды берсек болады. Бұл қоспа судың уақыты шектеусіз. Мысалға сіздер 1-7-ден кейін топырағы кепкеннен кейін берсеңіздер де болады. 2-7-ден кейін топырағы кепкесін бере берсек болады. Тіпті жиі берсек те бола береді. Мен міне кішкентай елегішпен елеп алдым. Ірілерін бәрін бөлек тастадым. Енді қазір осыны доллар гүліне қалай тыңайтқыш жасаймыз, соны көрсететін боламын. Бұл ағаш гүліндегі калий гүлдердің иммунитетін арттыру үшін өсімдіктерге өте қажет. Фосфор тамыр жүйесінің қалыптасуын ынталандырады. Гүлдейтін гүлдердің гүл ашуын қамтамасыз етеді. Ал кальций болса, топырақты жақсы тотықсандырып, өсімдіктердің саңырауқұлақ ауруына төзімділігін арттырады. Ал магний болса, фотосинтезге қажетті зат, оның жетіспеушілігінен жапырақтар бозғылт жасылға айналып, бұралып кетеді. Міне бізге 1 литр тұнған су қажет. Мен үнемі айтып отырамын, осындай баклажкаларға мен суларды құйып қоямын. Қазір күн ыстық, сондықтан да осы үй температурасындағы су жарайды. Енді бізге осы күлдің бір ас қасық күлі керек, бірақ бұл күлді біз бірден суға салып жібермейміз. Бұны біз кәдімгі 9%-тік уксуспен араластырамыз. Жаңа біз айтқанымыздай, бұл күлде
кальций, магний, фосфор, калий деген сияқты витаминдер бар. Бұлардың кейбіреуі суға салғанда ерімейді. Сондықтан да сол заттардың суға түскенде еріп гүлдерге өте пайдалы сусын жасау үшін біз міндетті түрде өстіп уксуспен күлді араластырамыз. Міне өздеріңіз көргендеріңіздей күл көпіршіп жатыр. Осылай көпіршу керек міндетті түрде. Енді осы дайын болған қоймалжың затымызды, күлімізді біз қазір суға араластырамыз. Енді осыған үшінші зат биогумусты араластырамыз. Бұл биогумуста табиғи тыңайтқыш, гумус деген жазуы бар тыңайтқыштардың барлығы олар таза, табиғи болып саналады. Бір ас қасық биогумус араластырамыз. Бұл биогумус топырақты құнарландырады. Жақсылап тұрып шайқап аламыз, өйткені қоймалжың түбінде тұрып қалады. Сондықтан да сұйық сусынның жақсы араласу үшін біз осылай биогумусты жақсылап араластырып аламыз. Бұл биогумустың өзінде гүлдерге суға араластырып құйсақ, жапырақтарына сепсек, бұл да өте гүлдерге пайдалы сусын. Мен осы биогумусты осы 1 жыл бұрын ба алғанмын. Міне уже 2 жыл пайдаланып жатырмын. Ұзаққа кетеді және де оның жарамдылық мезгілі де ұзақ. Сондықтан да сіздерде гүлдер дүкенінен осы биогумусты сатып аларда оның жарамдылық мезгілін қарап алсаңыздар, ол ұзаққа кетеді. Міне енді біз өзіміздің доллар гүлімізді суарып жатырмыз. Жаңа айтып кеткеніміздей, доллар гүліміз бұл сусынды өте жақсы көреді. Мынау менде сыйлыққа келген доллар гүлі. Мен бұның әлі топырағын ауыстырған жоқпын. Бұның топырағы өте ауыр топырақ, ешқандай қоспасы жоқ. Ал мына өскін кішкентай жапырақтарға кішкене ғана, тек бетіне ғана сеуіп қоямыз. Бұлар енді картошкасын беріп, картошкасы енді үлкейіп жатыр. Менің осы қара доллар гүлімнің топырағы өте жеңіл болғандықтан бұған құйған су бірден табақшасына ағып кетеді. Бұның картошкілері де үлкен болып өсіп, мынау ыдысының формасын өзгертіп жатыр. Енді шамалы уақытта бұл гүлдің де ыдысын ауыстыруға болады. Міне көрсеңіздер, бірден су табақшасына ақты. Міне біздің жаңағы антуриум гүліне дайындаған суымыз 2 сағат тұрды. Негізі антуриум гүліне 2 сағат ішіне ештеңе қоспай, тек ағаш күлінің өзін ғана қосып, сөйтіп 2 сағат тұндырып, сосын барып құйсақ болады. Бұл ағаш күлі дайын түрінде гүлдер дүкенінде де сатылады. Егер де сіздер бұл ағаш гүлін үй жағдайында жасайтын болсаңыздар, ол кезде жаңағыны майы ағып тұратын смола дейді ғой, сондайлар ағып тұратын ағаштар болса, оны пайдаланбағандарыңыз жөн. Қарасаңыздар, антуриум гүлінің де топырағы өте жеңіл болғандықтан құйған су бірден табақшасына ағып кетті. Міне бұл ағаш күлі де гүлдердің жақсы өсіп, жақсы тамыр жайып, иммунитетін көтеруге көмектеседі екен. Сіздер де гүлдеріңізге осындай қолдан жасап, ағаш гүлін гүлдеріңізге беріңіздер. Сіздердің де гүлдеріңіздің иммунитеттері көтеріліп, сап-сау, әдемі болып өседі. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздер де гүлдеріңізге осы ағаш гүлін пайдаланып жүрсіздер, сіздер қалай пайдаланып жүрсіздер, соны айта отырыңыздар. Бізде сол сіздердің жасаған қоспаларыңызды гүлдерімізге пайдаланып көрейік. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.